Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 3-ші сынып математика пәні 104-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы разрядтан аттамай 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту. 19 ғасырдың екінші жартысында қазақ мәдениетінің көрнекті өкілдері Шоқан Уәлиханов пен Ыбырай Алтынсарин өмір сүріп, құнды еңбектер жазған. Есептеудің ауызша тәсілдерін есіңе түсір және түсіндір. Есепте өрнектің жұп мәндерін атасаң, Шоқан Уәлихановтың кім болғанын, ал тақ мәндерін атасаң, Ыбырай Алтынсариннің кім болғанын білесің. Бірінші жұп мәндерін атаймыз. 142-ні 2-ге көбейткенде 284 жұп мән шықты. Келесі журналист 21-ді 4-ге көбейткенде 84 болады. Келесі саяхатшы 32-ні 3-ге көбейткенде 96 болады. Жұп мән шығады. Демек, Шоқан Уәлиханов тарихшы, журналист, саяхатшы болған екен. Келесі тақ мәндер. Жазушы 31 көбейту 3 тең 93-ке. Аудармашы 231 көбейту 3 тең 693-ке. Бұл да тақ мән шықты. Келесі педагог 221 көбейту 3 тең 663-ке. Демек, Ыбырай Алтынсарин жазушы, аудармашы және педагог болған екен. Сен есептеудің жазбаша тәсілін түсіндіре аласың ба дейді. 143 көбейту 2. Мұндағы 143 бірінші көбейткіш. Ал 2 ол екінші көбейткіш, оны бірліктің астына, яғни 3-тің астына жазамыз, е? 3-ті 2-ге көбейтеміз 6. 6-ны бірліктердің астына жазамыз. 4-ті 2-ге көбейткенде 8. 8-ді ондықтардың астына жазамыз. 1-ді 2-ге көбейткенде 2, 2-ні жүздіктердің астына жазамыз. Демек, толық жауабы 286 болды. Екінші тапсырма. Өрнектерді баған түрінде жаз және есепте. Есептейміз. 142 көбейту 2. 2-ді 2-ге көбейтеміз. 4, 4-ті 2-ге көбейтеміз. 8, 1-ді 2-ге көбейтеміз. 2. Жауабы 284. 134 көбейту 2. 4-ті 2-ге көбейтеміз 8. 3-ті 2-ге көбейтеміз 6. 1-ді 2-ге көбейтеміз 2 болады. Жауабы 268. Келесі 122 көбейту 4. 2-ні 4-ге көбейтеміз 8. 2-ні 4-ге көбейтеміз 8. 1-ді 4-ге көбейтеміз 4. 488. 132 көбейту 3. 2-ні 3-ге көбейтеміз 6. 3-ті 3-ге көбейтеміз 9. 1-ді 3-ге көбейтеміз 3 болады. Өрнектің мәні 396. Келесі 242 көбейту 2. 2-ні 2-ге көбейтеміз 4. 4-ті 2-ге көбейтеміз 8. 2-ні 2-ге көбейткенде 4. Тең 484. 312 көбейту 3. 2-ні 3-ге көбейтеміз 6. 1-ді 3-ге көбейтеміз 3. 3-ті 3-ге көбейткенде 9. Тең 936. 321-ді 2-ге көбейтеміз. 1-ді 2-ге көбейткенде 2. 2-ні 2-ге көбейткенде 4. 4. 3-ті 2-ге көбейткенде 6 болады. Тең 642. 143 көбейту 2. 3-ті 2-ге көбейткенде 6. 4-ті 2-ге көбейткенде 8. 1-ді 2-ге көбейткенде 2 болады. Тең 286. Үшінші тапсырма. Есепті шығар. 19 ғасырда қазақтың тұңғыш ашылған мектептерінде бар жоғы 211 қыз оқыған. Бұл ұлдарға қарағанда 4 есе кем еді. Алғашқы мектептерде барлығы қанша оқушы оқыған? Есептің берілгенін жазып алдық. Қыздардың саны 211, ұлдардың саны белгісіз, бірақ қыздардан 4 есе артық. Барлығы қанша оқушы оқыған? Шешуі
Ең алдымен ұлдардың санын анықтаймыз. Ол үшін 211-ді көбейтеміз 4-ке. 844 болады. Бұл ұлдардың саны. Енді бізге барлығын анықтау үшін қыздар мен ұлдардың санын қосамыз. 211 қызға қосамыз 844 ұлды. Екеуін қосқанда 1055 болады. Бұл барлығы. Жауабы барлығы 1055 оқушы оқыған. Есепті шығар. А есебі. Мәнерлеп оқудан өткізілетін байқауға 48 ұл және 36 қыз қатысты. Оларды әр топқа 4-тен бөлді. Барлығы қанша топ болды? Есептің берілгені: ұлдардың саны 48, қыздардың саны 36. Әр топқа 4-тен бөлінді. Барлығы қанша топ бар? Шешуі. Ең алдымен ұлдар мен қыздардың санын қосып, барлық баланың санын анықтаймыз. Ұлдар 48, қосамыз, қыздар 36. Екеуін қосқанда 84 болады. Бұл барлық баланың саны, барлығы. Енді 84-ті бөлеміз. Әр топқа 4-тен бөлінді дейді. 4-ке бөлеміз. 84-ті 4-ке бөлгенде 21 болады. Демек, жауабы барлығы 21 топ болды. А есебі, шешуі осындай есеп құрастыр. Мысалы, қызыл гүлдің саны 40, сары гүлдің саны 50. Әр гүлшоқта 9 гүлден бар. Сұрақ: қанша гүлшоқ бар? Шешуі: бірінші, қызыл гүлге сары гүлді қосамыз. 40-қа 50-ді қосқанда 90. Бұл барлық гүлдердің саны. Енді осы 90 гүлді гүлшоқтарға бөлеміз. Әр гүлшоқта 9 гүлден бар. Демек, 90-ды 9-ға бөлеміз. Сонда 10-ға тең. Жауабы 10 гүлшоқ болды. 5-ші тапсырма: амалдардың орындалу ретін анықта. Баған түрінде жазып, оларды есепте. Бірінші есепте бірінші амал: жақшаның ішін орындаймыз. 12-ге 21-ді қосамыз, 33 болады. Бұл бірінші амал. Екінші амал: көбейту амалын орындаймыз. 33-ті 3-ке көбейтеміз. 99 болады. Бұл екінші амал. Үшінші амал: қосу амалын орындаймыз. 609-ға 99-ды қосамыз. Сонда жауабы 708 болады. Екінші есепте бірінші көбейту амалын орындаймыз. 213-ті 3-ке көбейтеміз. 639 болады. Бұл бірінші амал. Екінші амал: тағы да көбейту амалын орындаймыз. 122-ні 3-ке көбейтеміз. 366 болады. Үшінші амал: азайту амалы. 639-дан 366-ны азайтамыз. Сонда жауабы 273-ге тең. Үшінші есепте бірінші көбейту амалы орындалады. 141-ді көбейтеміз 2-ге. 282 болады. Екінші азайту амалы орындалады. 980-нен 282-ні азайтамыз. Сонда жауабы 698 болады. Төртінші есепте бірінші жақшаның ішіндегі көбейту амалын орындаймыз. 113-ті 3-ке көбейтеміз. 339. Екінші жақшаның ішіндегі азайту амалын орындаймыз. 401-ден 339-ды азайтамыз. 62 болады. Үшінші амал: қосу амалын орындаймыз. 214-ке 62-ні қосамыз. 276 болады. Бесінші есепте бірінші көбейту амалын орындаймыз. 314-ті 2-ге көбейтеміз.
628 болады. Екінші тағы да көбейту амалын орындаймыз. 123-ті 3-ке көбейтсеміз 369 болады. Үшінші амал қосу амалын орындаймыз. 628-ге 369-ды қосамыз. 997 болады. Алтыншы есепте бірінші көбейту амалын орындаймыз. 214-ті 4-ке көбейткенде 848. Екінші азайту амалын орындаймыз. 1000-нан 848-ді азайтамыз. 152 болады. Үшінші қосу амалын орындаймыз. 152-ге 81-ді қосамыз. Сонда өрнектің мәні 233-ге тең. Алтыншы тапсырма. Есепте өрнектердің біреуіне есеп құрастыр. Бірінші есеп 720-ны жазамыз. Бірінші амал бөлу амалын орындаймыз. 360-ты 90-ға бөлгенде азайту 4 болады. 720-дан 4-ті азайтқанда 716 болады. Келесі есепте бірінші, екінші азайту амалын орындадық. Екінші есепте бірінші көбейту, екінші азайту амалын орындаймыз. 5-ті 50-ді 10-ға көбейткенде 500 болады. Азайту 360. Тең 140. Үшінші есепте бірінші бөлу амалын, екінші қосу амалын орындаймыз. 700-ді жазамыз. Қосу 270-ті 9-ға бөлгенде 30 болады. 700-ге 30-ды қосқанда 730. Өрнектердің біреуіне есеп құрастыр дейді. Екінші өрнекке есеп құрастырамыз. Әкелді 50 килограммнан 10 жәшік алма. Сатылды 360 килограмм алма. Қалды қанша килограмм алма? Шешуі 50 килограммды көбейтеміз 10 жәшікке. Одан азайтамыз 360 килограмм қалған алманы. Сонда барлығы 140 килограмм болады. Жауабы 140 килограмм алма қалды. Жетінші тапсырма. Өрнектерді баған түрінде жазып есепте. 318-ге 498-ді қосқанда 816 болады. 300-ден 195-ті азайтқанда 105 қалады. 1000-нан 654-ті азайтқанда 346 болады. 676-дан 167-ні азайтқанда 509 болады. 784-тен 206-ны азайтқанда айырманың мәні 578-ге тең. 68-ге 525-ті қосқанда өрнектің мәні 593-ге тең. 8-ші тапсырма. Үш бұрыштың әрбір қабырғасындағы сандардың қосындысы ортасында тұрған санға тең болуы тиіс. Бос орындарға қандай сандар жазылады? Бірінші, мына қабырғасына қараймыз. 3 және 1 берілген. Бос орындағы санды табамыз. Ол үшін 3-ке қосамыз 1-ді. Тең 4 болады. Үшеуінің қосындысы 14 болу керек. Демек 14-тен азайтамыз 4-ті. Сонда 10 болады. Бос орындағы сан 10-ға тең. Келесі мына қабырғасына қараймыз. 1-ге қосамыз 2-ні. Тең 3 болады. 14-тен азайтамыз 3-ті. Тең 11 болады. Демек мына қабырғасы 11-ге тең. Үшінші мына қабырғасына қараймыз. 3 және 2 берілген. 3-ке қосамыз 2-ні. Тең 5. 14-тен азайтамыз 5-ті. 9 болады. Демек мына бос орынға 9 деп жазамыз. Екінші үшбұрышқа қараймыз. Мына қабырғасын да 3 пен 10 берілген. 3 қосу 10. Тең 13-ке. Үшеуінің қосындысы 16 болу керек. Демек 16-дан азайтамыз 13-ті. Тең 3 қалады. Бос орынға 3 деп жазамыз. Келесі мына қабырғасына қараймыз. 10 мен 2 сандары берілген. 10-ға қосамыз 2-ні. Тең 12. 16-дан азайтамыз 12-ні. Тең 4. Бос орынға 4 деп жазамыз. Келесі мына қабырғасына қараймыз. 3 пен 2 берілген. 3 қосу 2 тең 5-ке. 16-дан азайтамыз 5-ті. Тең 11 болады.
демек бос орынға 11 деп жазамыз. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.